Түсінемін жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой шыдай түс дамылдағын, йогтардың тәсілін қабылдағын, басқасына бас ұрып табынбағын. Мұқағали Мақатаев. Йогтардан пайдалы кеңес. Бірінші кеңес: таңертең белгілі бір уақытта тұрып, және кешке де сол секілді белгілі бір уақытта жатыңыз. Сағат 10-нан кешікпей жатыңыз. Өйткені жер түн ортасының алдында жүйке жүйесіне оны қалыпқа келтіру үшін мейлінше жақсы сәуле береді. Екінші, ұйқыдан тұрғаннан кейінгі алғаш қойыңыз денсаулық туралы болсын. Күш пен денсаулық, ақыл мен дене үшін керек дегенге қатты көңіл бөліңіз. Үшінші, егер мүмкіндік болса, күн сайын сумен шайыныңыз. Өз теріңізді ластықпен удан тазалаңыз. Өзіңіздің және ой атмосфераңызды таза ұстаңыз. Төртінші, мүмкіндігінше аяғыңызды жел кірмейтін түрмеден, аяқ киімнен жиі босатып тұрыңыз. Көк шалғында, орманда, өзен жағасында немесе көл жағасында жалаң аяқ жүріңіз. Сіз аяғыңыздың табаны арқылы бойыңызға жер сәулелерін сіңіресіз. Олар сіздің ағзаңызды әдеттен тыс нығайтып жақсартады. Қала адамдары өте тез шаршап шалдығады. Өйткені аяқ киім, асфальт, бетон оларды энергияның осы рахымды қайнарынан айырады. Ұйықтар алдында аяқтың башпайларын жаттықтырыңдар. Оларды өз еріктеріңізге бағындырып, жан бітіріп, жеке-жеке қозғалтыңдар. Бесінші, әр күні бірнеше минут мүлде жалаңыштаныңдар. Сізге бұл ауа ваннасы қажет. Өйткені сіздің теріңіз күні бойы ауадан тұйықталған және тері тынысы ауыр киіммен тоқталады. Егер сіз бұл ауа ваннасын жаздан бастап және оны күн сайын жасайтын болсаңыз, сіз жуық арада кез келген кеселге ғажайып қарсы тұрушылық қасиетіне ие боласыз. Алтыншы, таңертең және кешке көзге бірнеше жаттығу жасаңыз. Бұдан соң сізге ешқашан көзілдірік киюдің қажеті болмайды. Жетінші, мұрынды таза ұстауды ұмытпаңыздар. Мұрын ваннасын қабылдаңыз. Қан жылым, сәл-пәл, тұзды су мұрынмен тартыңыз. Әрбір тамақтың алдында және соңынан ауызды шаю керек. Тісіңізді таза ұстаңыз. Сіздің тіс тазалағыш шөткіңіздің қылдарының арасында миллиондаған микроб болады. Еменнің немесе эвкалиптің кішкентай бір бұтақшасын кесіп алыңыз. Емен бұтағындағы тинин дезинфекция жасайтын нәрсе ретінде қызмет атқарады. Тістің қызыл егін нығайтып жақсартады. Тістерде тастың түзілуін болдырмайды. Диаметрдің ширегінде келетін бұтақшаны алып, әбден ұсақталып жаңқаланғанша шайнаңыз. Күн ара осылай істеңіз. Басқа күндері шамалы дымқыл тұзды саусағыңызбен іліп алып, аузыңызға салып ерітіп, онымен тісіңізді және қызыл егіңізді ысқылаңыз. Бұл қан айналысының жүрісін күшейтеді. Иек пен тістің тамырларын нығайтады. Тісіңіз сүттей аппақ және таза тыныс алуыңыз жақсы болады. Тамақ жақсы шайналуы тиіс. Тамақты толық шайнау тек асты қорыту үшін ғана емес, сол сияқты тістің тамырларына қанның ағып келуін жақсартады. Мәзіріңізді мейлінше шикі тамақтардан тұратын етіңіз. Ең бастысы орташа тамақтаныңыз. Ешқашанда ақылыңыздың көңіл толмаушылыққа, жек көрушілікке, жоққа шығарушылыққа, сараңдыққа, қызғанышқа және басқа да түйсіктерге ие болуына жол бермеңіз. Ондай көңіл күйлер адамдардың ақылы мен жүрегін улайды. Сөйтіп нәтижесінде біз ауру боламыз. Сезімдеріңізді тәртіпке салыңыз және сыртқы жағдайлардың өзіңізге ықпал жасауын болдырмаңыз. Үнемі көкте сіздің төбеңізден күн сәулесін төгіп тұратыны есіңізде болсын. Айтар нәрсең бар кезде ғана сөйле. Қажетсіз мылжың арқылы орасан көп энергияңызды құртасыз. Теріс ойдан, қажетсіз сөзден, қажетсіз істен аулақ болыңыз. Әрбір
әрбір айдың бір күнін бұл айдың жаңа туған кезінде немесе толған кезінде болғаны жөн. Өте бағалы, толық үнсіздікте өткізу керек. Сіз шапқан шлюздар осылайша энергияның қуатын өсіруге қабілетті. Сөйтіп сіздің ерік-жігер күшіңіз артып және денсаулығыңыз нығаяды. Адам өзінің үнемі бақылауда ұстап және ойлардың шексіз ағуына тыйым салуы тиіс. Бақыт құпиясы өзіңнің ақылың мен денеңді бағындыра білуіңде. Сонымен пайдалы кеңеспен бөліскен пайдалы психология арнасы бізге тіркеліп, лайк басып және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Көріскенше күн жақсы болсын.